қайтадан кездестік. Студиямызда мейманымыз бар. Ендеше сізбен біздің осы сәттен бастап тікелей эфирде ортаға ой тастап, пікір алмасып, өздеріңіздің қонақтарға деген сауалдарыңызды қойға мүмкіндіктеріңіздің бар екендігін білдірсе керекті. Сондықтан 222-333 нөмірін мархабат қолдана беріңіздер дегіміз келеді. Ал студиямызда жас өнерпаздар, қазір мән-жайды түсіндіреміз. Алдымен таныс болайық. Саламат Мұқашев және Мерей Ерсайынұлы. Қайырлы таң. Қош келдіңіздер. Енді бізді көріп отырған көрермендердің көбісі танып біліп отырған шығар. Мән-жайды бастан бастап айта кететін болсақ, кешегі өткен жексенбіде Қазақстан футбол чемпионатының кезекті тур ойындарында Ақтөбе өз алаңында биылғы маусымның алғашқы ойынын Ертіске қарсы өткізген болатын. Сол матчта біздің жанкүйерлердің қуанышына орай дейік Ақтөбе футбол клубына арналған қазақша ән шықты. Оны шығарып орындап отырған осы жігіттер Ақтөбе тек алға деп аталады екен. Тамаша, бізде одан басқа сөз жоқ. Болмайды артқа беруге, оны жанкүйерлер жақсы біледі. Жалпы айта кетейікші, болса әнді шығару, Ақтөбеге арнау идеясы қайдан келді? Бірінші идеяны. Идея мәкенікі. Біріншіден студияға шақырып келіп жатқандарыңыз үшін рахмет. Екіншіден, сөзіңіздің жаны бар. Өткен матчтың бірінші таймынан кейін осы әннің тұсаукесерін жасадық. Бақытымызға орай бұл әнге біз көп уақыт жүрдік деп айтуға болады. Бұл әнді жарыққа шығару көптен бері ойымызда жүрген, жүрегіміздің түкпірінде жатқан, себебі клубқа көптен бері жанкүйерміз, жақсы көреміз. Енді Ақтөбеде футбол жақсы көрмейтін адам кем-де-кем деп айтуға болады. Сондықтан да жүрегіміздің түкпірінде жүрген осындай бір ықыласты, осындай ынтаны, ниетті өткен жылдың аяғынан бастап қолға алдық. Оған Саламат сияқты, Нұржан Оразов, Гүлнұр Жақсылықова сияқты біздің құрбы-құрдастарымыз араласып, яғни ол жалғыз құр жанкүйерлер ғана емес, олар кәсіби деңгейдегі әншілер, әртістер. Олар менің, яғни мен жаңа сіз өнерпаз деп жатсыз, мен енді өзімді ол санатқа жатқызбаймын. Ондай деңгейге әлі ертерек деп санаймын. Осы достарым сол жағына маған көмектесіп, осы әнді тудыруға 4-5 ай еңбектеніп, кешегі тұсаукесерін жасауға көп үлесін қосты. Сол үшін оларға рахмет. Бәрекелді. Жалпы қабылдау қалай? Жастардың, футболшылардың Жанкүйерлер қабылдау жағынан енді Саламат айтып берген. Қабылдау жағы жақсы болған сияқты, алғаш рет. қосылып айтып жатыр ма? Енді қосыла қойғанда дегенде ондай әлі жарыққа шыққаны көп болған жоқ қой. Енді әлеуметтік желіде енден таралып жатыр. Білетіндер де бар, есі көргендер, құрбы-құрдастар айтып жатыр, тыңдап отырмыз. Бұлай жалпы жаман емес, негізі сол орталық алаңда айтып шықтық. Халық жақсы қабылдаған сияқты. Әсер керемет енді. Әсер сахнаның алаңның ортасында. Көрермен ретінде толықтыра кетейін. Көрермен тыңдарман жақсы қабылдады, жылы қабылдады. Яғни бірінші таймнан кейін халықтың дені негізі сыртқа шығады, сыртқа шығады. Су ішуге шығып кетеді, бірақ соңғы кездегі жаңа қызметтер пайда болғасын, жаңа стадионның ішінде су, жаңағыдай түрлі тағамдар сатылғасын, көбі стадионда қалдыра, қыз-жігіттердің орындаған әніне барлығы билеп, қосылатын қосылып, жақсы демеу танып тұр деп мен санаймын, өзім көрген бойынша. Бәрекелді. Енді неге деп сауал қойымыз артық болады шығар, неге Ақтөбе футбол, неге басқа емес деген енді біздің жанкүйерлер үшін артық болар дегенмен де қалай шықты, сөзі қалай жазылды, әні қалай шықты, осы турасында шығармашылық, осы әннің дүниеге келуіне бір сөз қозғасаң. Жаңағыдай енді көптен бері ойымызда жүрді деп айтып жатырмыз, бірақ та оны жарыққа шығару қиынның қиыны, ешкімге бұл жасырын емес, ән шығару қазіргі кезде оңай болғанымен, бірақ оның түрлі жағынан қарағанда қиындықтары көп. Оның аранжировкасы бар. Негізі баста жасырып не керек? Гимн жазғымыз келді, әнұран жазғымыз келді. Классикалық бағыттағы, бірақ жүре бара әлі гимн жазуға ертерек екенін түсіндік. Сол жағынан мүмкін әлде сол жағынан көптеген жұмыстар күтіп тұрған шығар бізді. Бұл әлде бастамасы деп санаймыз. Ал сіздің сұрағыңызға келетін болсақ, сөзі басында бір жазылды, одан кейін түрлі өзгерді, жан-жаққа өзгерді. Себебі енді өнерпаз жігіттер араласқасын,
жаңағы әнге бөлек сөз жазылу керек қой. Яғни нодаға, ырғаққа түсуі тиіс деген. Буыны келу керек. Сол сияқты критерийлерге байланысты сөзі бірнеше рет өзгертілді. Ақырғы варианты қазір тыңдағандарыңыз осы. Тыңдап жүргені. Бұл бағытта сөзін жазуға Ақтөбе облысының қазіргі таңдағы нөмір 1 айтыскері Жәнібек Бейбітов деген айтыскер жас ақын көмектесті. Сондықтан да қазір бір нәрсенің басын ашып айтқым келіп тұр. Көрермендер, тыңдармандарға өткенде ең бірінші рет әлеуметтік желіге салған кезде көбі гимн деп қабылдап, бұл гимнге келмейді сөзі, жаңағыдай тек стадионда айтуға арналған деген сияқты түсініспеушіліктер туды. Бұл гимн емес, әнұран емес, бұл біздің жүрек жарды сүйікті әнімізге, сүйікті клубымызға арналған арнау ән, орысша айтқанда ода дейді. Өзіміздің жүрек жарды әніміз. Бұндай сүйікті әндерді Еуропада клубтарға кез келген әнші арнай алады. Ол әннің барлығы гимн болуы шарт емес. Ол жүре бара егер әнұранға айналып жатса, ол уақыттың еншісіндегі мәселе деп санаймын. Себебі Элвис Преслидің әні мысалға қазіргі Ливерпуль клубының жанкүйерлерінің әнұранына айналды. Сол сияқты өзім өткенде осындай таластардан кейін айтып жатырмын. Жұмекен Әжібеденов пен кезінде Шәмші Қалдаяқов Алтын күн аспанын қарапайым диқандарға арнап жазған екен. Ол бірақ жүре бара әнұран болады деп ойлаған жоқ шығар дейсің ғой. Жүре бара көшселеді. Ал жалпы осы арнайы әнұран жазу, гимн жазу ойларыңызда бар ма? Енді болашақта егер жазбасқа амай келіп жатса, жаңағыдай жастар болып, осы Ақтөбе командасының жанкүйерлері болып, бірігіп, бірлесіп істесе, жұмыла көтерген жүгі жеңіл дейді ғой, сондықтан әбден болады дейсің. Футболшылар қалай қабылдап жатыр? Тілдестіңдер ме? Әсерін айтқандар бар ма? Команданың футболшылары. Команданың бір-екі футболшысы өздерінің пікірлерін айтты. Репост жасап. Ол қазіргі әлеуметтік желіде репост жасау, өздерінің жаңағыдай түрлі әдемі смайликтерін қою арқылы бізге деген жылы көзқарастарын танытып қалған жайлары бар. Оларға ол үшін рахмет. Яғни енді өздерінде әлі де жаңадан пікір қалыптасып жатқан шығар, тыңдағаннан кейін. Себебі бірінші таймнан кейін көп футболшылар алаңда қалды, жаңағы қосалқы құрамда отырған футболшылар дайындалып жүрді, кейбір қақпашылар тіпті жаңағыдай құрастырылған ойындарға да қатысып жатты. Және де бір айта кеткім келгені, осы ән шыққалы бері Ақтөбе әлі жеңіліске ұшыраған жоқ. Шыққан күні Жетісуды ұтты, одан кейін Тобыл жеңді. Сосын бірінші таймда кеше ертістен ұтылып жатты. Бірінші тайм ортасында қыз-жігіттер ән салғаннан кейін екінші таймда бір гол салып нәтижеге қол жеткізді. Сондықтан да әлі жеңіліссіз келе жатырмыз. Сондықтан да құтты ән деп санауға болады шығар. Жалпы өздеріңіздің футболға деген қызығушыларыңыз қалай? Енді жаңа жоғарыда айтып кеткендей, футболға өзім бір ойға өтірік болатын шығар, өзіме шын. 10 жылдан көп уақыт жанкүйерлік танытып, кішкентай кезімнен бастап ол кезде стадионда ағаш трибуналар болатын, билеттің бағасы бар болғаны 30-40 теңге болатын, тіпті тегін кіріп кететін едік. Адамдар таба алмай жатқан кезде. Сосын ол кезде лимонад барлығын алып кіруге болатын еді. Яғни ол кездегі аура, ол кездегі атмосфера бөлек болатын. Бірақ енді қазір сол кездегі команда мен қазіргі команданың арасы әрине жер мен көктей. Сөзің аузыңда берейін, осы жерде толықтыра кеткім келіп тұр. Биыл біздің команда тарапына айтылатын сын да көп, әңгіме де көп, алып-қашпа сөздер де көп. Команда 95% өзгерді бұрынғы құрамға қарағанда. Жас команда болып есептеліп жатырмыз. Аутсайдерге санады бізді. Бірақ аяқ алысымыз жаман емес секілді. Не айтар едің? Не өзгерді? Не дұрыс? Қай жерде жанкүйер ретінде? Пікірің қандай бұл команда? Жанкүйер ретінде біріншіден пікірім оң. Себебі бұндай өзгерістерді қабылдау керек. Себебі 11-12 жылы бойы бұндай мықты реформалық өзгерістер болған жоқ. Клубта ешкім біздің алдымызда бұндай есеп те берген жоқ. Оны да айта кету керек. Барлығы жабық түрде дамыды. Ал клубқа келетін болсақ, жаңағы сын төңірегіне келетін болсақ, Ақтөбенің төңірегінде айналасында сын әрқашан болған.
былтырғы маусымды алып қарайтын болсақ, мысалы Газаев маусымға кірер кезде барлығы сынаған. Ақтөбе бәрібір ешқандай орынға үміткер емес. Астана мен Қайраттан басқа ешқандай бәсеке жоқ. Екеуі гегемония болады деп айтқан болатын. Бірақ олай болмай шықты. Газаев бәріміз білеміз 19 тур қатарынан жеңілмей келе жатқан болады. Сондықтан да Ақтөбенің төңірегінде сын әрқашан болған. Ал жаңа командаға келетін болсақ, жаңа сіз айтқандай 92-3 ойыншы қалды, тек қана 95%-ға өзгерді. Бірақ одан Ақтөбе ұтылған жоқ. Өзіміз көріп отырғандай, қаншама сынаушыларда, мінеушілерде болды. Бірақ соған қарамастан қазір 6 матчтың ішінде 8 ұпай алды. Оны ешкім күткен жоқ, мен өзім күткен жоқпын, шынына керек. Сондықтан да біздің болашағымыз әлі алда деп ойлаймын. Және де мынау енді республикалық басылымдарда, кейбір басылымдарда, интернет басылымдарда Ақтөбені қай жерден толықтан шалу, қандай бір мүмкіндікті пайдаланып, жамандап қалу, қандай да бір нәрселерді керісінше айналдырып алып, теріс жағын көрсету бір сәнге айналып бара жатқан секілді. Неге Ақтөбені сонша жек көреді? Әлде бұның астарында басқа бірдеңе жатыр ма? Жанкүйерлер арасында не дейді бұны? Біріншіден, бұл менің құзыретімдегі мәселе емес шығар. Сөйлегенім үшін енді жанкүйерлердің ғафу өтінемін алдын ала. Екіншіден, Ақтөбеге жаңа айтқандай әрқашан шабуыл болған. Ақтөбе үздік ойнап жүрген кездің өзінде де Ақтөбені бір ұтылса жерден алып жерге салатын. Сондықтан да ал жаңағы кейбір басылымдарға келетін болса, олар енді қазір жаңағыдай айтып жатады, сатылатын нелері бар, порталдары бар, ол жасырын емес, ол Қазақстанның барлығы біледі. Ол порталдарға, ондай ақпараттық агенттіктерге клубтар ақша төлеу арқылы өздерінің пиарларын, өздерінің жарнамаларын жүзеге асырады. Ал ақша төлемеген, қаржы салмаған клубтар туралы тек үндемей ғана қоймай, оларды тұқыртады. Негізі сынға дұрыс қараған дұрыс сияқты. Сын айтса, мүмкін уже жақсының өзі дамыс. Болған болып тұр ғой, бекер емес сынға түссе. Оған қуану керек сияқты. Енді бізде уақыт өте тығыздау болады. Әрқашанда тікелей эфир болған соң, енді осындай осы жерден әңгімемізді үзуге тура келіп тұр. Осы клуб төңірегінде, жаңағы ән төңірегінде, жанкүйерлер төңірегінде біраз әңгіме қозғау болады. Негізі Ақтөбеге қанша ән арнаса да артық етпейді. Бұл жанкүйерлердің жүрегінде болатын нәрсе, стадионда әрқашан айтып жүретін нәрсе. Сондықтан әндеріңіз тек жанкүйерлердің аузынан түспей, салтанатты түрде, жеңістерде жарлана береді деген ойдамыз. Сондай тілек білдірейік. Рахмет, талай әлі шығармашылық табыстар тілейміз. Осындай жақсы дүниелер естиміз ғой деген ойдамыз. Рахмет, келгендеріңізге сау болыңыздар. Қымбатты көрермендер, біз осы жерден тізгін тартқанмен бағдарлама аяқталмайтындығы сізге аян, әлі 1 сағаттай уақытымыз бар. Сондықтан тақырыпты толықтырып, әлде студиямызға қонақ келетіндігін ескертейік. Бізбен бірге болыңыздар.